Бұл көзімнің қарасы әні домбыраймен айтылғанда, мынау классикалық жанрдан және эстрадалық жанрдан сәл айырмашылығы. Енді бұл домбыраға кішкене қазақ нақышқа салынып, сәл өзгешелігі бар ағайын. Алғаш соны мен сіздерге өзім орындап көрсетейін. Сіздер соны бірінші түсініп алыңыздар. Содан кейін әрмен қарай қалай тартылу керек домбырада мен сіздерге соны көрсетемін. Көзімнің қарасы-ай, көңілімнің санасы-ай, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы-ай. Домбырада осылай айтылады. Ал енді классикалық жанрда көзімнің қарасы болып айтылды ғой. Айырмашылығы осы жерлерде. Енді әрмен қарай мен сіздерге домбырада қалай тартылуы керектігін көрсетейін. Көзімнің, қараңыздар, көзімнің, қолды домбыраның бетіне қоямыз. Қағыз төмен, жоғары. Көзімнің, көзімнің, әрмен қарай қарасы, тағы да көзімнің қарасы, тағы бір рет көрсетейін. Көзімнің қарасы, көңілімнің, тағы да көзімнің қарасы, қарасы, тағы да бір рет қарасы. Қарасы ай деген айтқан кезде жалғау қосамыз. Қарасы-ай болады сонда. Көңілімнің, тағы да көңілімнің, тағы да бір рет көңілімнің, ең көп нәберінеге созып алып келеміз. Көңілімнің, әрмен қарай санасай, санасай болады да. Санасай бітпейді, бітпейді, тағы бітпейді, әрмен қарай іштегі, іштегі, әр қарай ғашықтық жарасы-ай. Ғашықтық жарасы-ай дегенде ғашықтық деп ля дыбысына барып алуға болады. Ғашық болмаса мына жерде мына екі дыбыс бар. Ғашықтық жарасы-ай. Осымен көзімнің қарасы әнінің төрт тармағы бір куплеті сонымен тәмам болады ағайын. Тағы да басынан бастап асықпай сіздерге тағы да бір анықтап түсіндіріп өтейін. Көріп алыңыздар. Көзімнің қарасы-ай, көңілімнің санасы-ай, бітпейді-ай іштегі ғашықтық жарасы-ай. Қайталаймыз соңғы екі жолды. Бітпейді-ай
іштегі ғашықтық жарасай. Мен сіздерге бүгін Абай атамыздың «Жел үстінде жарғай» деген әнін орындап, және сол әнді қалай үйрену керек, қалай домбырамен қосылып айту керектігін сіздерге көрсетейін. Олай болса, қабыл алыңыздар. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, асыған өзен өрілді. Ауылдың маңы терең сай, асыған өзен көрілді. Міне, құрметті ағайындар, бұл «Жел үстінде жарғай» әнінің бір шумағы. Ән 4 тармақтан 4 жолдан тұрады. Бұл әннің де қақсы жоғары төмен қақыспен тартылады. Домбыраның орта буынынан көрсетемін сіздерге. Соль және ре шегін басып, осылай домбыраны алдында ұстап отырамыз. Бірінші жолы «Желсіз түнде жарығай», соны көрсетейін. Желсіз түнде жарық ай. Кейбір адамдар соль рені басыппай ашық түрде қалдырады. Желсіз түнде жарық ай дейді. Болады, бірақ бұл домбырамен ән айтып отырған кезде бұл қолың ашық тұрған және дыбысты баспай тұрған, бір жағынан әдемі болмайды, бір жағынан ол перне тұрғанын басып отырып ұстау керекпіз. Сондықтан сол рені басып тоқтатамыз. Ай деп. Енді осы бірінші жолды жекелеп көрсетейін. Желсіз түнде жарық ай. Тағы да бір көрсетейін. Желсіз деген кезде мына пернені басамыз. Желсіз түнде дегенде мына пернені басатын боламыз. Желсіз түнде жарығай дегенде басқа пернеге ауысамыз. Де жа көрдіңіздер ма? Жа болып ауысылады. Жарық ай. Кеттік, тағы да бір көрсетейін ағайын. Желсіз түнде жарық ай. Әрмен қарай екінші тармақ, яғни екінші жол. Сәулесі суда дірілде. Осы басып тұрғаннан мұнаны аламыз, мына саусағымызды, мұна екінші саусақ қалады. Сәулесі суда дірілде. Тағы да бір көрсетейін. Сәулесі суда дірілде. Тағы да сәулесі. Одан кейін мына пернеге ауысамыз. Суда
дірілі деп. Енді бастапқы бірінші тармақпен осы жолғы екінші тармақты екеуін жалпы қосып қалай болатын бір толық көрсетіп өтейін. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілі деп. Бұл екі тармақ. Енді әрмен қарай үшінші тармаққа көзейік. Ауылдың маңы терең сай. Үшінші тармақ жеке. Ауылдың маңы терең сай. Әрмен қарай төртінші тармақ. Тасыған өзен өрілі деп. Төртінші тармақты тағы бір көрсетейін. Тасыған өзен өрілі деп. Тағы да бір рет. Тасыған өзен өрілі деп. Осымен жел үстінде жарғай әнінің бір шумағы аяқталды. Әнді орындап отырған кезде соңғы екі тармақты соңынан қайталап отырамыз. Ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен өрілі деп. Жалпы осы ағайын, мен сіздерге түсінікті болу үшін баяу түрде жай асықпай тартып басынан аяғына дейін қалай болатын бір толық көрсетіп өтейін тағы да. Желсіз түнде жарық ай, сәулесі суда дірілі деп. Ауылдың маңы терең сай, тасыған өзені өрілі деп. Жаңағы өзім айтқандалай, екі жолды қайтадан қайталаймыз. Ауылдың маңы терең сай, тасыған